Қайырлы күн достар, бүгін біз үй жағдайында компот дайындайтын боламыз. Отымыздың астын жақтық. Осыған неге домашний вишня, бұны біз қыстыққа арнап морозкаға сақтап қойғанбыз. Соны мен шығарып ертіп алдым. Осыны құямыз. Неге асты жанып тұр. Енді осыған суымызды құйып, осы ыдыспен тағы да екінші рет су құямыз. Мінекей суын құйдым, араластырып, осыған дәміне қарай шекер саламыз. Мен шекерді 5 қасық салдым. Қазір дәмін қарайтын боламыз. Араластырып шекері ерігенше асын шығарып, бетін жауып бір қайнатып аламыз. Мінекей достар, компотымыз қайнап шықты. Бір қайнатып алып, астын сөндіріп тастасаңыздар болады. Суығаннан кейін іше берулеріңізге болады. Достар, мінекей компотымыз дайын болып, суып, керемет болып шықты, дәмі де керемет. Салқындатып қойып, шөлдегенде ішуге жақсы.